10-шы сынып қазақ тілі пәні 3-ші сабақ. Тақырыбы Алаш ұраны Ахметтің жаңа әліпбиі. Оқу мақсаты қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы таниды және мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазады. Бірінші тапсырма. Сөз жұмбақты дұрыс шешсеңіздер, боялған тор көздерден бүгінгі сабақтың тақырыбы шығады. Бірінші, ұлттық жазудың реформаторы. Екінші, қыр баласы деген кім? Үшінші, әрі дәрігер, әрі тілтанушы, алаш зиялысы. Төртінші, телжан, көрнекте. Бесінші, қараңғы қазақ көгіне өрлеп шығып күн болған ақын. Алтыншы, қазақ халқына оян деп ұран тастаған ақын. Жетінші, Түркістан автономиясының жетекшісі. Сегізінші, қазақ тілі өлеңінің авторы. Тоғызыншы, қазақша жазылған алғашқы психология еңбегінің авторы. Келесі, мәтінді оқып, тезистік жоспар құрыңыздар. Алаш ұраны, Алашорданың гимні. Алаш ұраны, Алаш партиясының адамзат баласының көзі көріп, құлағы естімеген өзгерістерді басынан өткеріп жатқан иісі қазақтың ұраны еді. Сұлтанмахмұт елін емірене, жұртын тебірене сүйген ұлт жанды азамат. Атар таң, батар күнде тек қана ел қамын ойлап еңіреген, ұлтына жан тәнімен қызмет жасауды мұрат еткен торайғыр рухтай перзенттің аласапыран уақытта бұлқынып, тарих сахнасына көтерілуі заңды құбылыс. Алаш ұраны 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін іле-шала жазылған шығарма. Рухы биік, мақсаты ізгі, бітімі оқшау туынды. 1917 жылдың 20 наурызында Петроградтан Әлихан, Мұстафа, Міржақып Алашұлына атты мақала жолдап, онда азаттықтың таңы атты. Тілекке Құдай жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бүгін теңелдік. Қан көңілде қаяудай арман қалған жоқ. Неше ғасырлардан бері жұрттың бәрін қорлықта, құлдықта ұстаған жауыз үкімет, өзгеге қазған ұры өзіне шағын көр болып, қайтпас қара сапарға кетті деп, көңілдегі қуанышты зор шаттықпен хабарлады. Осы қуаныш лебі торайғыр өлеңінде де жалғасқан. Сұлтанмахмұт қуанышты хабарды құшақ жая қарсы алды. Патшаның тақтан құлауын бостандыққа, теңдікке жету деп ұқты. Алаш ұранындағы құрт аурудай жайлаған, құртпаққа бізді ойлаған, ерімізді айдаған, елімізді лайлаған, жерімізді шимайлаған, өшті залым қарасы, жасасын алаш, жасасын деген шаттыққа толы тіркектер дүйім жұрттың көңіл күйін өрнектейді. Осы ұлтжандылық мінез алаш арыстарының баршасына ортақ еді. Ұлтын сүюдің өзгеше өлшемін Сұлтанмахмұт шығармашылығынан танимыз.
Мәтіндегі мәліметтерді талдаңыздар. Мына сызба бойынша Алаш қайраткерлеріне анықтама беріңіздер. Өмірлерінен деректер келтіріп, басты еңбектерін атаңыздар. Сұлтанмахмұт, Әлихан, Мұстафа, Міржақып. Мәтіннен туынды сөздерді тауып, оларға морфологиялық талдау жасаңыздар. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Алаш ұраны өлеңін тыңдап, бүгінгі күнмен байланыстырып айтыңыздар. Есте сақта. Төл тума сөздер емлесі. Ұлттық тілде сөз тудыруға байланысты кейбір терминдердің, өзге де атаулардың қайтадан төл тума сөзден атала бастауы, мысалы, территория, аумақ, зона, аймақ, регион, өңір, пеня, өсімпұл, турник, белтемір, штанга, зілтемір, стаж, өтіл, юбка, белдемше, тағы басқа. Екінші тапсырмада түсіндірме сөздікті пайдаланып, есте сақта айдарында берілген сөздердің мағынасын ашыңыздар. Кім көп табады? Кірме сөздердің төлтума сөздермен атала бастаған атауларын табыңыздар. Ахмет Байтұрсынұлының термин жасам принциптерін тауып, танысыңыздар. Керек дерек. Ахметтің жаңа әліпбиі. Болашақ ұрпақты дінше молдалардың дым білместігінен, миссионерлердің жаңашылдығынан құтқару үшін ахаң жалғыз күресті. Оның жаңа қазақ алфавитін жасауы іс жүзіндегі ішкі және сыртқы жаулармен күресінің көрінісі болатын. Біздің тіліміздегі барлық дыбыстарды сақтай отырып, дыбыс үндестігінің заңдылықтары бойынша жаңа әріптер белгілеп, ана тілінің синтаксисі мен этимологиясын жасап шықты. Ол қазақ тіліндегі қолданылмайтын, мүлдем қажетсіз 12 араб әрпін әліппеден алып тастады. Бұл жазу емлесіндегі көптеген қиыншылықты жойды. Сондықтан да Ахметтің жаңа алфавиті мен жаңа әліппесі біздің мәдени өркендеуімізге зор пайдасын тигізетін құбылыс еді. Жаңа алфавит тілдің таза сақталуына мүмкіндік туғызды. Шонанов.